Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай көкөністен жасалған бәліш әзірлейтін боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, бізге бұл бәлішті әзірлеу үшін жұмыртқа, сұйық май, сүт, тұз, қара бұрыш, қаймақ, қопсытқыш ұн, ал көкөністерден сәбіз, картоп және пияз болса жеткілікті. Әр азық-түліктің мөлшері описанияда жазулы тұр. Сонымен пирогты әзірлеуге кірісеміз. Ең алдымен тереңдеу ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз, одан кейін қаймақты саламыз және жақсылап венчикпен немесе шаншқымен араластырамыз. Одан соң қоспамызға 200 мл сүтті құйып араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Одан кейін қоспамызға тұз, қара бұрыш сеуіп, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Достар, массамыз жақсылап араласып болғаннан кейін 2 ас қасық көлемінде сұйық майды құямыз. Кез келген сұйық майды қолдануға болады. Достар, енді келесі кезекте қамырымызға 1 шай қасық қопсытқыш салып, ізінше 300 грамдай ұн саламыз. Ұнды осылай бірнеше бөліктерге бөле отырып салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Араласқан кезде түйіршіктер қалмауы керек, осындай сұйықтықта болуы қажет. Пирогқа қосылатын көкөністерді әзірлеп алғанша бетін жауып қойып қоямыз. Келесі кезекте пиязды өте ұсақ етіп, осылай 4 бұрышлап турап аламыз. Достар, менің каналымдағы рецепттерді бірінші болып көру үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Одан кейін ұсақ етіп туралған пиязды қызып тұрған тападағы майға қуырып аламыз. Қатты пісіріп алмау керек. Пиязды қуыруға 1 ас қасық қана майды қолдансаңыздар болады. Келесі кезекте сәбізді осылай блендерге салып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Блендер болмаған жағдайда үккіштен өткізіп алуға болады. Сәбізді де, картопты да үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Міне біздің сәбізіміз дайын. Бөлек ыдысқа саламыз. Одан кейін картоптарды да блендерден өткізіп аламыз. Мен өте ұсақ картоптарды қолдандым, сол үшін ортасынан 1 бөліп салдым. Егер сіздерде ірі картоптар болатын болса, бірнеше бөліктерге бөлуге кеңес беремін. Осылай ыдысқа көкөністерімізді жинақтаймыз, сәбізді, картопты, одан кейін қуырылған пиязды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, тағы да 1 ас қасықтай сұйық май құямыз. Өздеріңіздің қалауларыңыздағы дәмдеуіштерді қосуға болады. Мен тұз, қара бұрыш, паприка қостым. Сіздер өздеріңіз ұнататын кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді осы қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте кез келген пирог пісіретін ыдысымызға массамызды құямыз, 1 бөлігін ғана құямыз, одан кейін бетіне салмамызды саламыз, яғни көкөністі салмамызды саламыз. Достар, келесіде менің каналымнан шығатын рецепттерді бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, сіздерге де осындай көкөністі бәлішті дайындап көруге кеңес беремін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді болады. Келесі кезекте сұйық массамыздың артылған бөлігін толықтай жабатындай етіп құйып шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп құйып болғаннан кейін қасықтың көмегімен жайып көкөніс толық жабылуы керек. Достар, мен ең соңында әсемдік үшін пирогтың бетіне күнжіт дәндерін септім. Сіздер де өз қалауларыңызға қарай сепсеңіздер болады. Содан соң 180 градуста 50 минутта пісіріп алдым. Пешіміз алдын ала қызып тұруы міндетті. Достар, мінекей қараңыздаршы, аз ғана уақыттың ішінде біздің көкөністі бәлішіміз дайын. Бетіне осылай ыстық күйінде сары майды жағып шықсаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты және жұмсақ. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепті соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Достар, жалпы бұл көкөністердің орнына өздеріңіз ұнайтын көкөністерді де қосуға болады. Мысалы, асқабақты, кабачкиді қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Керемет дәмді болып шығады. Келесі рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.